Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май мен ұн қажет болады. Сары май міндетті түрде салқын болуы керек. Оны үкіштен өткізіп, немесе пышақпен турап алсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты блендер қолдансаңыз болады. Егер блендер қолданған болсаңыздар, төмене шамалы ұн салып, сары майымызды ұнтақтатып аламыз. Енді бір стакан мұздай суды алып, ұнымызға құйып, тез-тез қамыр илейміз. Қамырымызды көп илеудің қажеті жоқ. Бізге тек сары май мен ұнымызды біріктіру қажет. Қамырды илеп болған соң, кем дегенде 1 сағатқа қамырымызды тоңазытқышқа салып қою қажет. Енді крем дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне жылы сүтімізді 2 бөліп құямыз. Содан соң жай отқа қойып араластырамыз. Кремі қоюланғанша жақсылап араластырып отырамыз. Крем қоюланған соң оттан алып, үстіне вареный сгущенка салып араластырамыз. Содан соң бөлек ыдысымызға сливки қоюланғанша жақсылап микселейміз. Сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Сливки қоюланған соң үстіне қант ұнтағын қосып, тағы да микселейміз. Крем қоюлау болсын деп, мен шамалы творожный сыр қостым. Бұл міндетті емес, сіздер қоспасаңыздар да болады. Енді манағы дайындап қойған кремге сливкиді бөліп саламыз. Сливкидің барлығын бірден емес, бөліп салып араластырамыз. Енді қамырды 8 бөлікке бөліп аламыз. Оның бір бөлігін алып қалып, қалғанын тоңазытқышқа сала тұрамыз. Қамырды ыңғайлы болу үшін бірден пергамент қағазына жайып шықтым. Қамырды жайып болған соң, кез келген өзіңізге ұнаған формада кесіп алсаңыздар болады. Менде осындай 24 диаметрлік формада кесіп алдым, бірақ қамырымыз піскен кезде форманың өлшемі кішірейеді, соны ескеріңіздер. Егер менде 24 диаметрлік өлшемде болса, піскен соң корждың өлшемі шамамен 20-21 диаметрде болады. Енді қамырымызды алдын ала 210 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Мінеки корждарымыз осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Жанындағы артық қалған корждарды блендермен немесе оқтаумен үгітіп аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болған соң тоңазытқышқа 7-8 сағатқа немесе түнімен қойып қойсаңыздар, өте керемет, кремі сіңіп, одан сайын дәмді болады.
Ал енді тортымыздың үстіне жандарына ұнтатылған коржымызды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Бұл рецеппен өте керемет, корждары өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.